Қабылдаған дұрыс шешімдерім, немесе мен анама уәде етемін. Эссе. Оқушым Асанәлі Әшімовтың республикалық деңгейде жоғары бағаға ие болған жұмысын назарларыңызға ұсынбақпын. Менің тағдырым өзгелердікіне ұқсамайды. Бұрылыстары мен бұралаңдары көп. Оған себеп сол бір жаңбырлы жазғы күнгі оқиға. Бұған дейін балалық шағым патшаның тағы болатын. Бірақ күнде барлығы өзгеріп сала берді. Өзгердім, өзгертті. Есейдім, есейтті. Мен ақ анамнан айырылдым. Сол уақытта 6 жасар мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршін болсам да, кеудемнің сол жағында орналасқан сағат тықылының қағысына ешқашан мән бермеппін. Оқиғаны естіген бетте өмірімде кешіп көрмеген күй кештім. Жүрегім, сәби жүрегім, бір түрлі бар денемді ауырта жиырылып, бүрісіп қалғандай болды. Мені өзіме байқатпастан бүгіп, бүріп тастағандай болды. Сөйтсем ол жүрек сыздау екен. Еріксіз көзге жас, кеудеге өксік толтырар шаншу екен. Есеңгіреп қалдым. Барлығы жалған болып, нұрын төккен анашым кіріп келетіндей болды. Сондықтан есік алдында ұзақ жүрдім күтіп. Алайда сол бір ағаш есіктен мен зарыға күткен анашым емес, танымайтын бөтен адамдар үйге қарай сабылып жатты. Ешқайсысы мені байқамады, көзге де ілмеді. Ал мен шындыққа сенбедім. Себебі түнде ғана жатар алдында маған телефон соғып, ақылды болу керектігімді, әкешім мен әпкелерімді ренжітпеуімді өтінген. Ес білгелі бері жанымнан ажырамаған анашым қалаға кеткен болатын. Біраз күннен бері кешке жақын телефон соғып, менің күні бойы бастан кешкен оқиғаларымды естуді әдетке айналдырған. Сағындым дегенімде көп ұзамай маған бауыр әкелетінін айтып жұбататын. Менің жалғыз атқа қонар болғанымды қаламағаннан болды ғой осының бәрі. Ал анашым сол кезде отбасының жалғыз атқа қонары ғана емес, баптаушысы жоқ атқа мінерге айналатынымды білмей де қалған шығар. Міне, сол күннен бастап барлығы өзгерді. Мен бір-ақ күнде есейдім. Сабағымды үнемі әпкелерімен бірге орындайтынмын. Үшеуі кезек-кезек әр пәнді қолға алғанда біз алмайтын қамал болмайтын. Бір күні үшеуі де үйде болмай шықты. Әкешім үй тапсырмасын түсіне қоймады. Мен сонда алғаш рет математикадан сөз есепті жалғыз өзім шығардым. Алайда екі шығару жолының біреуін таңдай алмай ұзақ ойландым. Ақыры біреуіне белді бекем будым. Егер сол есептің берілісін қазір сұрасаңыздар, айтып беретін деймін. Бәлкім, тас түскен жеріне ауыр деген осыған сайын. Ертеңінде сыныбымнан ешбір оқушы орындамай келген тапсырманы мен де бұғып көрсетпей отырдым. Себебі бұрын өздігімнен есеп шығарып көрмегендіктен дұрыс болмайтынына сенімдедім. Алайда мұғалім есебімді көріп, орнымнан тұруымды өтінді. Құрыған жерім осы болды дедім.
ел қатарлы ұмытып кетіппін, немесе орындай алмадым, тіпті болмаса дәптерім қалып қойыпты десем дүние түгеледі. Алайда ұстазым барлық оқушылардың менің құрметіме қол соғуын өтінді. Барлығы шапалақтай жөнелді. Мен есебімнің дұрыс болғанын сонда бірақ сездім. Сол күннен бастап дұрыс шешім қабылдау қолымнан келетінін ұқтым. Маған алғаш қолдау білдірген ұстазымды ешқашан ұмытпаймын. Себебі бұл әрекеті менің өмір сүру қағидамның іргетасын қалады. Өз-өзіме деген сенімділікті, қайрат пен жігерді оятты. Мен дұрыс шешім қабылдай алатынымды алғаш сезіндім. Әрбір пенде өз өмірін дұрыс немесе бұрыс шешімдер қабылдау арқылы құрады. Ал өмір жетістіктері қабылданған дұрыс шешімдерден бастау алады. Әр адам шешімді қалай қабылдаймын? Қабылдаған шешімім дұрыс па? деген сұрақтарды қоя білу керек. Сонда ғана ақыл, қайрат, жүректі тең ұстаған, абай аңсаған толық адам қалыптасады. Осыдан 4-5 жыл бұрын әпкелерім мен әкемнің шешімімен өсіп шыққан мектебімнен бөлек мемлекеттей көрінген басқа мектепке ауыстым. Менің пікіріммен ешкім санаспады. Бұйрық шықты, орындау міндет. Бірақ мен бұл мектепте өзімді жайсыз сезіндім. Анам жетектеп алып барған алтын ұямды аңсадым. Шыдай алмадым. Әкеме жүрегімнің қалауын айттым. Сөйтіп өз мектебіме қайта оралдым. Өмірімдегі ең дұрыс шешімдердің бірегейі осы болғанына қазір көзім жетеді. Үлкен адамдардың айтқанын тыңдау, құрметтеу дұрыс, әрине. Алайда жүрек қалауына құлақ асу керек екен. Мен шешім қабылдауда адам денесінің патшасын алдыңғы қатарға қою керек екенін ұйғардым. Қарап отырсам, мен басқа пәндерге қарағанда математика мен ағылшын тілін асыға күтеді екенмін. Ғаламторда ақтара отырып, Астана қаласында нәтиже беретін арнайы курстардың барын оқып білдім. Білімімді жаңа деңгейге көтеру мақсатында осы пәндердің курсына жазылғым келетінін әпкелеріме айттым. Олар талпынысыма риза болып, ғаламшарымыздың әйгілі оқу орындары туралы мәлімет беріп, сол жақта білім алып келіп, отаныма қызмет етудің үлкен мүмкіндіктері туатынын жеткізді. Содан бері 2 жыл қатарынан әр жазғы демалысым Астанада өтуде. Өткенде арнайы сынақ тапсырып, жоғары деңгейден көріндім. Қарапайым ауыл баласынан шетелдік оқытушым алғашында бұндай нәтиже күтпегенін әкеме айтыпты. Әкемнің жүзінен қуаныш байқадым сонда. Әрине, мен оның бәйтерегімін ғой. Сонда бұл шешімім де дұрыс болған. 11-ші сынып оқушысымын. Алтын белгіге үміткермін. Бұл асуды бағындыру менің қолымнан келеді. Келу керек, себебі мен бәйгеден озар тұлпар болуым қажет. Маған әкем мен әпкелерім, мектебім мен ұстаздарым, одан қалды ауылым үміт артып отыр. Мені Аллам, содан кейін анам қолдайды. Шіркін, басымнан кешкендерді анам оқысын деп, ол жаққа ұшып барар құс болса, қанатына байлап жіберер ем. Әтте. Бар білерім, мен Жеңіс тауының шыңына міндетті түрде шығамын. Армандаған оқу орныма түсемін, себебі дұрыс шешімдерім өмірлік ұстанымдарымның жаршысы. Ал шешімім бұрыс болған жағдайда, одан сабақ алып, түзетуден жалықпаспын. Себебі менің әр жеңісім анама арналады. Абонент временно недоступен.